Ақтаңнан өздеріңізді оятқан Дилбар Сайынқызы және Жаслан Жүрсінұлы. Қадірлі радио тыңдашы, осы бір кең диапазонды дауыс иесі тап біздің студиямыздың төрінде Зарина Божақова. Қош келдіңіз, Зарина. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Жібек жолы радиосы. Жаслан аға, сізге көп рахмет. Дилбар ханым, сізге де көп рахмет шақырғандарыңызға. Мен өте қуаныштымын. Бүгін сіз тағы бір қуанышты алып келдіңіз өзіңізбен. Гитарист жігітіміз. Дәл солай. Есімі Ернат. Өте талантты, дарынды музыкант. Гитарада ойнайды. Біздің Қазақ ұлттық өнер университетін бітірдің ба сен, Ернат? Иә. Бүгін Ернаттың туған күні. Құттықтаймыз. Жібек жолы арнасының атынан сізге мықты денсаулық тілейміз, абырой тілейміз. Ең бастысы, Абай атамыздың тілімен айтсақ, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрегіңіз болсын. Елді сағынған шығарсыз. Бүгін сәлем жолдау ауылға мүмкіндігіңіз бар деп осылай айтайық. Ауылды сағындыңыз ба, елді? Арқадан Алатауға сәлем жолдасын деп отырсыз ба, Жаке? Ернат, бір ауыз сөзіңіз. Таңғы. Иә, көп сөйлемейтін жігіт. Жалпы 28 мамыр күні туған жігіттер өте бір жомарт жігіттер деп айтып жатырмыз. Сондықтан жомарттығыңыз елге мәшһүр болсын. Рахмет. Елге қызмет ету мінезден дейді Әлихайым Бөкейхан атамыз. Сондықтан мінезді жігіттеріміз көп болсын. Ал енді әңгімені Заринаға ауысайық. Зарина енді күні кеше ғана Димаштың үлкен фанаттарымен кездесу болды. Алматының төрінде. Ол концертте болдыңыз, кездесуде? Мен жай сыртынан бақылап көрдім. Біз сахнада болған жоқпыз. Сол жерде бір кішігірім деп үлкен тосын сыйлар болды. Мысалы, үлкен біздің әртістеріміз, ағаларымыз, Сакен Майғазиев ағамыз, және Әміре, Кешью тобы, Садрадин, солар барлығы Димаштың өлеңдері орындалған. Димаштың алдында, бүкіл Димаштың жанкүйерлерінің алдында. Ал енді сізді бэк-вокалист ретінде қалай таңдады Димаш біздің? Кастинг болды ма? Негізі кастинг болған жоқ. Димаш мені шабыттан таниды. Біз бірге оқығанбыз. Сырттай таныс болдыңыздар әуелі? Иә, әрине біз Димашты білмеймін қай жас қанаттан кейін танимыз. Бүкіл Қазақстанды шулап жүрген жігіт, мынандай диапазонмен. Сосын бір күні маған Болат Жолдасов, Лұқпан Жолдасовтың ұлы ұсыныс берді. Зарина, саған Ерлан Бекчурин деген ағай звондайды. Ол Димаштың саунд продюсері. Сен міндетті түрде жауап бер, трубканы ал деп. Ол кісі саған бір маңызды сұрақпен звондайды. Жақсы деп айттым. Сосын Зарина, сөзіңіз аузыңызда, ол кезде сіз Қазақстан ұлттық телеарнасындағы 1001 түнде Түнгі студияда, Абардың түнгі студияда. Сол кезде Қайрат ағамыз, Қайрат Әділгерей жүргізуші болған. Сол жақта Болат ағамен бірге жұмыс істедік. Сондықтан сол жобадан кейін Болат аға мені тыңдады. Мен оған музыкант ретінде өте ұнап. Сіздің қабілетіңізді сол жерде байқады? Иә, сол жерден байқап Ерлан ағамызға ұсыныс берді. Мынандай қыз бар, осы қызбен жұмыс жасауға болады деп. Музыкалық шеберлігі бар, білімі бар, және дауысы бар, адамгершілігі бар, жауапкершілігі бар, ең бастысы. Жауапкершілігі бар. Сонымен бір аптадан кейін маған Ерлан аға звондайды. Зарина, жақында бізде үлкен концерт болады, сол концертке біз сізді аламыз. Бүкіл программаны маған жіберіп, мен дайындалып жүрдім. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз, және осы сезіммен, осы жаңалықпен ең бірінші кіммен бөлістіңіз? Мамамен. Анаңызға хабарластыңыз ба? Мама үйде болды, біз бәріміз үйде болдық. Мама, папа үшеуміз үйде болдық.
әрине мен андай шоковый состояниеде ғой, сондай состояниеде болдым. Қатты қуандым. Әрине. Иә, сосын биыл айтпақшы Димашпен жұмыс жасағаныма 6 жыл болады. 6 жыл. 6 жыл сіз Димаштың Америка құрама штаттарындағы, шет елдердегі барлық концерттерінде сіздер. Иә, бірінші концерт Сочи қаласында болған. Вау арена, Красная Полянада болған. Әлі есімде. Және сол концертте сізді Димаш таныстырды, иә? Шатаспасам. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Сол кезде мен таң қалдым. Димаштың мейірімділігіне, қарапайымдылығына. Иә, Қарапайым. Иә. Соған таң қалдым. Өйткені осындай жоғары деңгейде жүретін әртіс өзінің командасының беделін көтеріп жүреді, иә? Өзі ғана емес, әрбір концертте таныстырады. Әрбір концертте ол Димаш бізді таныстырады. Иә, Расул, Диана, Расул Усманов деп, Диана Тұржанова, Зарина Бажақова. Зарина деп, иә. Күйсандықта ойнаған, мысалы, Слава Быстров. Кәдімгідей бір отбасы сияқты, сіздер өте сондай ұйымшылсыздар. Атмосферамыз жылы деп айтуға. Енді Димаш туралы қысқаша тағы да сұрағым келеді, өйткені сіз 6 жыл бірге қызмет жасайсыз, жалпы қатты шаршағанда қалай демалады Димаш? Димаш демалмайды. Димаш концерттен кейін ең таңғы рейспен ол басқа шыраға ұшады, мысалы. Сіздер де бірге ұшасыздар? Кейде бірге, кейде өзі бөлек. Ал енді Димаштың әр әні ол бір күрделі шығарма десек болады, иә? Сол күрделі шығарманы орындауға Димаштың үніне үн қосатын өздеріңіздерсіздер, иә? Бэк-вокалисттер. Қалай дайындаласыздар? Және осы 6 жыл ішінде не нәрсеге үйрендіңіз Димаштан? Димаштан үлкен жауапкершілігіне. Және де біздің дайындығымыз жай дайындық емес. Біз кәдімгідей ноталармен дайындаламыз. Мысалы, бізде партитураларымыз бар. Қазір көбісі бэк-вокалистер тек слухпен айтады. Слухпен айтады. Бізде солай болмайды, өйткені Димаштың әндері олар күрделі әлгі академиялық деңгейде деп айтуға болады. Және әр нота, әр үн шығу керек. Иә. Соны өзі сіздерге үйретеді, сіздер кейде ол кісіге айтатын шығарсыздар енді. Иә, әрине айтады. Ортақ бір творчестволық талқылаулар болатын шығар. Оның пожеланиялары болады, ұсыныстары болады. Мына жерде былай айтсаңыздар болады, мына жерде былай бүйтсеңіздер болады деп. Ал енді Димаш өзінің концерттерінде де вокалистерін таныстырған кезде сіздерді жеке орындаушы ретінде де өте талантты әнші екендеріңізді айтады. Қазір енді сол Заринаның үнін естейікші. Жанды дауысын ба? Иә, қадірлі радио тыңдаушы, студиямыздың төрінде халықаралық республикалық конкурстарда өзіндік орын алып жүрген әнші қызымыз Зарина Бажақова студиямыздың төрінде қонақта, және Димаштың 6 жыл бойы бірге қызмет жасап келатқан әріптесі, бэк-вокалисі. Олай болса, Заринаның тамаша әніне кезек берейік. Зарина, қандай әнді орындаймыз? Сейдолла Бәйтерековтің әні «Ақ тілек». Бірге тыңдайық. Көктем қандай шырайлы, шоғылалы, мың құлпырып қызғалдақ құбылады. Бақытты жан екеуміз бар әлемде, ешкім сырын білмейді мұның әлі. Таң қаламын
қараймын да ғарыштағы сәулелерден нәр алдың ба сүйем сені сүйем сені сүйем сені оттай ыстық жүрегімнен аралдың ба жан жүрегім ежіреп сағынғанда бір сен едің аңсаған таңым алда көзім талда жаутаңдап жұлдыздардан көп қарадым көп мұңар сағымдарға тағаламын келбетіңе қараймын да ғарыштағы сәулелерден нәр алдың ба сүйем сені сүйем сені сүйем сені оттай ыстық жүрегімнен аралдың ба ай сүйем сені сүйем сені сүйем сені оттай ыстық жүрегімнен аралдың ба Зарина Божақова. Тамаша. Зарина, рахмет. Шапалақ Орныңызға жайғастыңыз. Керемет. Зарина, енді ән өнеріне келгеніңізге сіздің 5 жыл емес, 10 жыл емес, сіз бала кезден ән шырқайсыз. Мен көрген Зарина 5 жасар, 6 жасар сахнаның табалдырығында сүрініп, қабынып, жүгіріп жүрген кішкентай қыз бүгін алдымызда. Жалпы өнерлі отбасынан, мәдениетке жақын отбасынансыз ғой. Ата-анаңыз туралы. Мен әкемізді Жасұлан аға жақсы таниды, мәдениет саласының үздігі, Қостанай қаласына, облысына танымал, мәдениетті басқарған, үлкен қызмет жасаған кісі Әбдібек Байахметұлы Бажақов. Мен әкем өте қарапайым адам. Ал анаңыз өнерге жақын ба? Мамам өнерге жақын емес. Бірақ тыңдаушы. Ол сыншы, тыңдаушы. Қазіргі таңда мен костюмер. Солай ма? Ол екі кісі қазір пенсияда. Мамам мұғалім болған. Мектептің директоры болған, директордың орынбасары. Бір сөзбен сондай мәдениетті, интеллигентті отбасының қызысыз. Солай айтуға болады. Кішкентайыңыздан әнші болатыныңызды білдіңіз. Соны білдім, соны армандадыңыз. Армандап жүрдім. 5 жаста бірінші рет сахнаға шықтым. Мені сахнаға шығарған кісі марқұм Вячеслав Авдеев кісі. Тетя Лена мен бірге сахнаға мені бірінші рет шығарған сол кісілер, оған үлкен рахмет, мың алғыс. Зарина, менің бір байқағаным, сізде қаншама жылдар сіз осы өнер жолында жүрдіңіз, бірақ сізде бір қарапайымдылық бар. Сіз үндемедіңіз. Мен Заринамын ғой, мен әншімін деп ешкімнің алдына былай бармаған сияқтысыз. Тек қана өзіңізбен өзіңіз творчествомен болдыңыз. Бұл мінез бе, бұл әлде тактика ма, бұл жол ма, солай жасалу керек болды ма? Түсіндіре аласыз ба осыны? Мен мінезім шығар, мен тәрбием сондай. Мен ата-аналарым сондай. Сіз папаны жақсы білесіз. Папам да сондай. Үлкен бастық болса да өте қарапайым. Өте қарапайым. Монтаждан демонтажға дейін жүретін кісі.
басы қасында жүреді өзі. Меніңше сол сіздің шыдамдылығыңыз, сабырлылығыңыз бүгінде әлемдік деңгейдегі әншімен бірге жүруге алып келді десек бола ма? Сүйіншіледі сізді. Негізі Димаш та сондай кісі. Қандай жоғары деңгейде болмаса да ол өте қарапайым жігіт. Алты құрлықты өзінің өнерімен тәнті қылып отырған бүгінде Димаш шынымен өте қарапайым және өзінің маңайына да өзі сияқты адамдарды жинайтын сияқты. Зарина, сіздің енді сол алғаш рет сахнаға шыққан кезіңіз есіңізде ғой, кішкентай кезіңізде? Қандай әнмен шықтыңыз сонда? Қандай ән орындадыңыз? Балалық шаққа барып қайтайықшы, 1-2 күннен кейін балалар күні. Әлі есімде, 5 жастамын, орындаған әнім болған Шаинскийдің әні «Облака». Есіңізде ме әлі күнге дейін? Көрейікші. Мимо белого яблока луны. Сәл детонация болды. Мимо красного яблока заката. Сосын бірінші қармасынан кейін мен сәл андай сахнаның бір андай язык сияқтын бірне болды. Сол бірінші қармасынан кейін мен сәл алдыға жүрдім. Былай қарасам, лед экран тұр. 5 жастағы кішкентай қыз. Мен таң қалдым. Қалай мені көрсетіп жатыр? Мен осында тұрмын ғой деп. Сол жерде соны ойлап үлгердіңіз. Екінші куплет сосын мен былай айттым. Соған қарап. Өзіме қарап, түсінбей қалдым. Қалай мені көрсетіп жатыр? Мен осында тұрмын ғой. Қалай? Былай өзіме қарасам, өзіңізге ұнайсыз. Иә. Өзіме ұнай. Және осы сәтті визуализация деуге болады, Зарина. Сол кезде сіз бала күніңізде әлемдік деңгейдегі әншімен үлкен сахналарда өнер көрсететініңізді армандап қойдыңыз. Сол кезде армандаған шығарсыз. Жуырда Димаштың берген бір сұхбатында да айтады, бала кезге бір оралып, сол арманды тағы бір еске түсіру керек деген сөз есімде қалып қойыпты. Ал енді армандар орындалатын шығар. Балалық шаққа барғыңыз келе ме? Қайтадан? Иә. Мен қатты сағынам. Мектепті сағынам. Осындай біз демалмай жүрдік. Азаннан кешке дейін мектепте жүрміз. Түнге дейін, обедке дейін біз бір мектептеміз, музыкалық мектепте. Ол жай андай простой музыкалық мектеп емес, ол арнайы дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп болған. Біздің директорымыз марқұм Андрей Васильевич Заика жақсы кісі болған, өзі музыкант, баянда ойнаған, баянист. Сол мектепте біз оқығанбыз 9 жыл. Мен аспабым фортепиано болды. 9 жыл мен бүкіл көршілерге маза бермеген екенсіз ғой. Маза бермедім. Әлі күнге дейін. Қазір кезекті Заринаның жақсы бір кәсіби орындауындағы әндер бар ма біздің қорымызда? Бар, әрине. Сен әні дайын тұр. Я не твоя деген ән тұр. Қайсысын тыңдайық? Сен болсыншы, ол маған өте ыстық сыйлық ретінде берген. Кім сыйлады? Қайратбек Сүлейменов деген ағамыз осы әнді жазған, маған берген. Сол ағама 1000 алғыс. Тыңдап көрейік. Тамаша. Иә, Зарина, түрлі жанрда орындайсыз. Соның ішінде джаз туралы айтайықшы. Жаздың әлемі ол бөлек. Бөлек әлем. Жаздың әлемі ол енді жаздың фанаттары аз шығар, тыңдаушылар. Негізі аз. Бірақ санаулы ғана аудиторияға жазды беруге болады. Жазды орындаған кезде өзіңізден шығып кететін сияқтысыз. Сіз өзіңізді ұмытып кететін сияқты көрінесіз. Импровизацияға көп кетеміз. Басқа әлемге ұшасың. Сонда сіз әртүрлі жанрда орындай аласыз. Кәсіби. Ең жүрегіңізге жақыны қай жанр сонда? Лирикалық жанр. Демек, махаббат, муза, жүрек. Енді, Зарина, мен ол сұрақты қоймасам, онда журналист болмағаным, ән әлемі ол керемет. Бірақ енді өзіңнің жеке әлемің бар, жеке өмірің бар. Ол жағы қалай? Оның музасы қандай? Оның музасы жеке өміріме андай
уақыт жоқ. осы жерде жауап қазір уақыт жоқ. жеке өміріңізге уақыт жоқ, сонда қайтеміз, не істейміз? Әнім менің өмірім деп жүрсіз, Әні менің өмірім, әні менің махаббатым. Енді сол сіздің уақыт жоқ ән өміріңізді бір кісі былай көтеріп алып кете ме деп ойлап жүрмін ғой. Бар енді. Бар деп. О болды, осы жерден тоқтайық, ары қарай. Иә, той жуық арада. Енді жалпы өнер жолы ауыр жол дейміз. Мысалы, мен өзімнің қыз баламды әншілікке де жақын, биге де жақын, бірақ мен сол өмірге бергім келмеді. Мүмкін мен қате жасап отырған шығармын әке ретінде. Не айтар едіңіз? Талантты балаларын творчествоға бергісі келмейтін әкелерге бір қатты айтшы. Негізі творчестволық жол және де шоу-бизнес екі бөлек. Шоу-бизнес ол әрине енді ауыр жол. Шоу-бизнесте жүру оңай емес, бұған мінезі да болу керек. Сосын мен мысалы қатты шоу-бизнеске барған жоқсыз. Барған жоқпын, өйткені менің табиғатым басқаша. Сіз таза кәсіби музыкалық жолдасыз, академиялық. Иә, шынымен творчестволық жол сондай. Сіздің қызыңыз осындай жолмен жүрсе, жақсы болар еді. Зарина Божақова өзінің жеке концертін бергісі келе ме? Әрине. Әлі бәрі алда. Мен ойымша маған сәл авторлық материал жетпей жатыр. Соны жинақтау керек. Содан кейін білмеймін, бір жылдан кейін беруге болады негізі. Әлі күнге мен дайын емеспін. Енді тағы да мысалы Димаштың диапазонына еріп ән айту екінің бірінің қолынан келмейтін сияқты. Сонда сіздер қай дауысты ұстап тұрасыздар? Дауыстың енді Димаштың ең шарықтау шыңы дауысын алмайтын шығарсыздар, бірақ қай диапазонда айтасыздар көбінесе? Мен сопраномын. Мен қасында айтатын Диана қарындасым, ол сіңіліңіз. Сіңілім Диана, ол мецо, екінші сопрано, екінші дауысты ұстайды. Расул бізде баритон, тенор, сондай көбісі баритонды ұстайды. Сонда осы үш дауыс Димаштың дауысын одан сайын қою қылып шығарады дейсіз ғой. Онда Заринаның екінші әніне кезек берсек деп отырмыз. Екінші тыңдайтын әніміз жанды дауыста. Қандай ән? Ескендір Хасанғалиевтің әні «Сағындым сені». Сағындым сені. Бірге тыңдайық жанды дауыста, қадірлі радио тыңдаушы. Жібек жолы телеарнасында дәл қазір Зарина Божақова. Телеарнасы дедіңіз бе? Телеарнасы, радио арнасы. Радиосында Зарина Божақова жанды дауыста тыңдап көрейік. Тыңдайық. Сағындым сені, сағындым еркем, қызғалдақ толы көктемде. Сағындым еркем, сазымен көркем, қаңқылдап қаздар өткенде. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған ән болып. Сағындым сені.
маған, келсеңші маған таң болып. Іздедім сені саялы күзде, іздедім қыстың кезінде, сандуғаш үнді қарақат көзді, қайда сен жүрсің бүгінде. Сағындым сені аялым, келсеңші маған ән болып. Сағындым сені аялым, келсеңші маған, келсеңші маған таң Не деген дауыс, Не деген шеберлік. Рахмет, Зарина. Тамаша. Зарина, мынау бір таңғы ұйқысы ашылмаған адамның ұйқысын шайдай ашатын дауыс қой. Я, негізі дауыс кеш оянады дейді әншілерде. әлі оянған жоқ. Бұл оянбаған дауыс әлі. Жәке. Зарина Божақова біздің студиямыздың төрінде. Музыкада шек жоқ. Шекара жоқ. Шекара жоқ. Иә. Әрі Әл-Фараби атамыз музыка тұнып тұрған математика дейді. Сольфеджио жағынан иә. Сольфеджио ол жалпы математика. Өзіңіз математикаға қалай болдыңыз мектепте? 5 алдым. Математиканы жақсы көрдім. Міне, математика мен музыка егіз. Зарина діл бар, музыка терапия деген бар. Заринаның көңілі болмаған кезде, енді құлазитын кез болатын шығар, көңіліміз түсіп кететін, немесе сізді біреу ренжітетін кездер. Сіз ренжіген кездерде қаншалықты осы музыкаңыз көмекке келеді? Мен классикалық музыканы тыңдаймын. Шопен көмекке келеді. Шопен, Шуман. Осы композиторлар Дебюсси, Чайковский, Рахманинов. Бұларды тыңдасаң бәрі кетеді. Бәрі келді. Енді тағы бір сұрағым ойға келіп отыр. Мысалы, өзің шабытта оқыдыңыз, дұрыс қой? 8 жыл оқыдым. 8 жыл. Көп оқу керекті шығар музыкант болу үшін. Негізі мына шетелде оқу арманыңыз болса да, қазір сол арманды жүзеге асырып жатсыз. Бірақ мен шетелде оқыдым. Қай жерде? Словенияда. Академиялық мобильность бізде Қазақ ұлттық өнер университетінде болған. Қазір бар ма сол жоба? Жоба, иә. Бірақ мен сол жобамен Словенияда оқып жүрдім. Жалпы Европаның дегенде сұрағым, біздің мына қазақ академиясы беріп жатқан білімнің арасы қандай? Бізде әлі мен ойымша ол жақсы, әлі үкімет кезінен қалған негіз бар. Негіз бар, иә. Еуропалық басқаша, олар біз сияқты дотошный тереңіне бармай ма? Тереңіне бойламай? Бармайды. Еркіндік бере ме көбірек? Еркіндік береді, иә. Көп еркіндікті береді.
Ол дұрыс па, бұрыс па? менің ойымша дұрыс емес сияқты. Біз тәртіпке үйренген адамбыз. Бізге дисциплина, бізге бәрі андай бәрі реттеп орында тұру керек. Ережелерге сәйкес болу керек, тәртіппен болу керек дейсіз ғой, иә. Ал енді Зарина Божақова кіммен, әлемдік деңгейдегі әншілердің қайсысымен өнер көрсеткісі келеді, бірге ән шырқағысы келеді, армандаған әнші бар? Димашпен бірге жүргеннен кейін басқа ешкімді армандамайтын шығарсыз, әлде бар бәлкім ма? армандайтын шығар. әрине бар сондай әртістер. Лара Фабиан, Андреа Бочелли. Андреа Бочеллимен ән айтып бірге тұр. Ол негізі андай қатты классикалық әнші деп айта алмаймын. Ол кроссовер әнші деп айтуға болады. Кроссовер дегеніміз демек классикадан да, қазіргі поп музыкадан да. Поп музыканы білмеймін, дұрыс айтын ба? Дұрыс емес па? Неоклассика. Демек. Тамаша. Ал енді біздің деңгей, мысалы сіз әлемді аралаған кезінде Димашпен ән салып тұрғандағы біздің қазақ әнінің қаншалықты деңгейде екенін қалай сезіндіңіз мысалы? Біз өз елімізде ғана орындаймыз көп жағдайда. Иә. Қандай күйде болдыңыз? Сол жердің сезіміңізді айтсаңыз. Шокта болдым. Әрбір концертте шетелдіктер біздің ана тілімізде ән айтқанда, ол мен айта алмаймын қандай сезім. Сен андай күшті әсерде рухты береді, қатты рухты береді. Рухтанып тұрасыздар. Рухтанып тұрамын. Ата-бабамен байланысты сезінесіз. Жан дүниеңіз түршіп кетеді. Денемнің бәрі Ол рас. Және сол қазақтың ұлтын, дәстүрін, тілін, мәдениетін әлемге паш етіп жүрсіздер. Димаш насихаттанып жүр. Иә. Сіздер де соған үн қосып, көмектесіп деген сияқты сол үлкен миссияны бірге атқарып жүрсіздер. Сол жолда сіздерге абырой тілейміз. Енді соңғы сұрақтардың бірі, қазіргі біздің де сол өзіңіз айтқанда европалық кішкене еркіндік біздің сахнада да бар сияқты. Қазіргі екінің бірі, сіз жаңағы 12 жыл оқысаңыз да музыка тілін, 17 жыл оқысаңыз да, бірақ оқымай-ақ та әнші болып сол сахнаға шығып өнер көрсетіп жүргендер бар. Өте көп. Осы жердегі кішкене ойыңызды айтсаңыз. Сізге былай ренжішті емес пе, ренжімейсіз бе? Сіз 17 жыл оқып жүрсіз, ал кейбіреулер білім алмай-ақ. Бұл ренжу емес, бұл андай әрбір адамның өзінің деңгейі бар деп ойлаймын. Мысалы, мен сияқты жүретін әншілер, бізде сондай проблемамыз бар. Бір әнді бір жылдай жазып жүрміз, ойланып, мынау жерде қателік болды, болмайды. Сіздер кәсіби тұрғыда соны кәсіп перфекционизм бар. Сол мен ойымша ол жаман қасиет. Кейде. Сондықтан сыни қарай бересіз, сынап қарай бересіз. Сондықтан осылай мән бермейтін әншілерге мен қызығасыз ба? Иә, қызығамын. Сізде солай мән бермей айтуға болмайды ма? Бұл болмайды. Заринаның өзінің табиғаты, өзінің жолы. Солай ғой? Иә. Сондықтан меніңше, Зарина, өзіңіздің таңдаған жолыңыз бар, өзіңіздің жаратқан берген талантыңыз бар, оған қоса 99% еңбегіңіз бар. Сол жолда біз сізге қажымас қайрат тілейміз. Және Зарина жалпы осы творчествоға, өнерге келгісі келіп, енді табалдырығын аттайын деп тұрған жігіттер мен қыздарға, іні, сіңлілеріңізге не айтар едіңіз? Не керек ең бастысы? Көп жұмыс істеңдер, ақымақ болмаңдар. Музыкалық білім ол негізі сольфеджоны білу керек әншілерге. Сольфеджо, гармониядан қалмаңыздар. Енді тағы бір туындыңыз күтіп тұр. Сол әнмен біз сұхбатымызды аяқтасақ дейміз. Сол әннің құшағында біз де өзіңізге
иә қош дегіміз келеді, амандық пен өнердің биігінде кездесе берейік. иә, тыңдайық бірге. Тыңдайық. Заринаның тағы бір әнін қадірлі тыңдаушы жанды дауыста қазір біздің студиямызда тыңдасақ, және Димаш пен әлемді аралап жүрген әнші қыз бүгін біздің студиямызда. 101.4 толқыны JJFM-де Зарина Божақова. Тыңдайық. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды, сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме, көктегі күнге қол созған. Не десің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дертіңді барсың. Жаным-ау кімнен сорарсың. Махаббат өмір ғажабы, ал қызыл гүлдей ажары, сүйемін деген жалғыз сөз, жүректі тербеп, жанымды емдеп жасады. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме, көктегі күнге қол созған. Не десің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дертіңді аласың. Жаным-ау кімнен сорарсың. Жаным-ау кімнен сорарсың. Таңғы эспрессо. Жаңа күнге жаңа дем.